Сәлем достар, бұл PHP курсының 4-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта айнымалылардың түрлері туралы үйренеміз. Оларды сіздерге көрсету үшін мен редакторымды ашайын. Алдыңғы сабақта жазып кеткендеріміздің барлығын өшіріп тастайық. Айнымалы осы жерге жариялаймын. Бірінші түрі ол string. Жол строка дейді. Бұл жол түрі деп жазып жіберейін мысалға мен. Содан соң үтір нүкте міндетті түрде салу керек. Естеріңізде болса. Бұл түрі string түрі. Жалпы stringті қалай қолдануға? Мысалға мен echo деп жазамын. String деймін, сақтайым, парақшаны жаңартсам, бұл жол түрі деген шығып тұр міне. Stringтің тағы бір екінші түрі бар, ол екі тырнақша арқылы жазылатын түрі. Бұның бір тырнақшамен жазылатынының қандай айырмашылығы бар, қазір сіздерге көрсетіп кетейін. Үстіңгісіне мен бір тырнақша алып жазып кетейін, ал астына екі тырнақша алып кетейік. Мынаны 1 дейін, мынаны 2 дейін. Сосын оның жазуларын өзгертейік кішкене. Бір тырнақша дейік, мынаны 2 тырнақша деп жазайық. Содан соң бұларды түсіндіру үшін мен үстіне айнымалыны салып кетем. Санды салайық мысалы біз кез келген 15 дейік. Енді мына string 1-дің ішіне мен айнымалыны салып кетем digit деп. Екіншісіне де салып кетейін digit деп. Echo мен біз string 1-ді шығарайық әуелі. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Бір digit тырнақша деп тұр. Яғни мына айнымалымыз мәтін күйінде сол күйі шығып тұр. Ал екінші жағдайда міне 2 тырнақша салғанда, бұл кезде мына редакторымыздың өзі ақ түсініп тұр, бұл жерде айнымалы екенін. Оны айнымалы ретінде қабылдап, оның орнына қояды. Қазір мен парақшаны жаңартатын болсам, 2-15 тырнақша деген міне сөйлем шықты. Яғни манағы біздің айнымалымыздың орнына салып тұр осы жердегі. Міне осылайша string осылай жазылады. Stringтерді жалғау үшін нүкте салады мысалға мен 25 санын салып кетейін. Содан соң мына жерге echoны 1-ді шығарайық, қандай болып жазылып тұрғанын көру үшін. Парақшаны жаңартам. Бір digit тырнақша 25 деп жазылып тұр міне. Яғни 25 санын мына жолдың ішіне қосып жіберді. Байқап тұрсаңыздар, PHP айнымалылар түрлеріне қатаң емес. Мына жерде мен stringті салып тұрмын, жолды, ал екіншісіне integerді салып тұрмын, сандар. Бұл екінші түрі айнымалылардың integer деп айтылады. PHP тілі айнымалылар түрлеріне қатаң болмаған соң, жолменен санды біріктіріп араластырып жаза берсек болады осылай міне. Ал егерде сіздерде C# сияқты немесе Java тілі болса, онда осындай екі айнымалы түрлерін біріктіре алмайсыздар. Бұл PHP-дің сондай ерекшелігі. Тағы да айнымалының түрі integerге ұқсас float деп айтылады. Яғни ол санның нүктемен жазылатын түрі 15,3 мысалға. Бұны float тип деп айтады. Тағы да бір айнымалы түрі көп қолданылатын, яғни бүткіл бағдарламаның мағынасы сонда жатады. Ол boolean деген тип. Boolean тек екі қана мәнді ғана қабылдай алады. True немесе false boolean тип деп айтайық. Мынаны boolean 1 дейін, мынаны boolean 2 дейін. True және false. Яғни true деп отқамыз ол шындық, ал false деп отқамыз ол өтірік деген сөз. Жалпы ол қай кездерде қолданылады, оны қысқаша көрсетейін. Мен if деп жазам. If деп отқанымыз ол егерде деген сөз. Егерде boolean 1 шындық болатын болса, онда мына фигуралық жақшаның ішіндегіні орында дейміз. Соның ішіне мен мысалға echo деп жазып кетем. Я бұл шындық деп жазып кетейік. Үтір нүктемізді салайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартатын болсақ, я бұл шындық деп тұр. Ал егерде біз boolean 2-ні жазатын болсақ, онда бұл блок орындалмайды, өйткені мына жер false болған соң, мына салған айнымалымыз фигуралық жақшаның ішіндегісі сондықтан да орындалмайды. Парақшаны жаңартам, міне аппақ болып тұр, ештеңе жоқ, ешқандай да нәтиже қайтарған жоқ, өйткені мына командамыз орындалған жоқ. Неге? Өйткені мына жерде if деп отқанымыз егерде boolean 2 шындық болса, онда осыны орында дейміз. Кейінгі сабақтарда да толығырақ тоқталып кетеміз. Әзірге осылай түсінсеңіздер болады. Тағы да бір түрі айнымалының, ол массив деген түр, array деп айтады. Олар квадраттық жақшалармен салынады. Мысалға мен 1, үтір 2, үтір 3 деп кетемін. Яғни бір айнымалыда бірнеше элементті сыйғызып жіберетін нәрсені ол массив болып саналады. Осы тұрғанда мен array деген айнымалыға 3 элементті тығып жібердім. Оны төртбұрышты жақша арқылы жаздым. 1, 2, 3 деген мәнді беріп жібердім. Жалғыз сандарды ғана емес, кез келген айнымалы түрін берсек те болады мысалға, араластырып шын болады деп жазып жіберейін мысалға. Міне осылайша arrayға мен 3 түрлі типті сыйғызып жібердім. Жалпы бұларды қалай қолданады, тағы да қысқаша көрсетіп кетемін. Кейінгі сабақтарда толығырақ тоқталамыз. Array деп жазайын мысалға мен. Фигуралық жақша 0 десем, ең бірінші элемент алады. Қазір 1 деген сан шығуымыз керек бізде. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, міне 1 деген шығып тұр. Ал егерде мен 1 десем, ол екінші элементті алады. Мына шын болады деген жазуды сақтадым.
парақшаны жаңартам, міне шын болады деген сөз шығып тұр. Әзірге массивті де осылай түсінсеңіздер болады. Массивке арнайы сабақ болады, толық түсіндірілетін. Тағы да бір айнымалы түрі ол объект. Қазір сіздерге көрсетейін. Ол үшін тағы да бір айнымалыны жазып кетем. Мысалға мен new деп жазам. std класс деп жазып кетейік. PHP-дің стандарттық классы пустой, яғни ішінде ештеңе жоқ. Осылайша осы класстан құралған жаңа айнымалыны объект деп айтады. Ол бір класстың ішінде манағыдай массив сияқты бірнеше элемент болуы мүмкін. Оларды кейін мысалы былай жазып шақыратын болады. Object name деген сияқты. Келесі сабақтарда класс туралы толығырақ тоқталып кетеміз. Әзірге объект түрі бар екенін түсінсеңіздер болады. Тағы да бір айнымалының түрі ол null деп айтады. Яғни ештеңе жоқ деген сөз. 0 сияқты, бірақ ол сан емес, яғни ешқандай да элемент жоқ, тек 0 деген сөз. Тағы да бір айнымалының түрі ол ресурс деп айтылады. Яғни ол кез келген PHP-дің сыртқы ақпараттармен жұмыс істейтін интерфейстердің барлығы олар ресурс болып саналады. Мысалы, файлмен жұмыс істейтін функциясын шақыратын болсақ, fopen деп айтылады. Файлдың атын жазып кетеді. Яғни мына ресурс деген айнымалы әрі қарай енді осы файлменен жұмыс істейтін болады. var деп жазып кетейік. V деп отқанымыз ол write, r деп отқанымыз read, яғни жазады, оқиды деген сөз. Бұны да түсіндіріп қазір мен көп уақыт жұмсамаймын. Бұның барлығы келесі сабақтарда толығырақ түсіндірілетін болады. Тек ресурс типі бар екенін түсінсеңіздер болады. Тағы да айнымалының түрі және де PHP-дің ол бір бөлігі функциялар болып саналады. Мысалға мен осы айнымалының ішіне мен анонимдік функция салып кетсем де болады. Бұл түрі функция деп айтылады. Неге мен бұны анонимдік функция дедім? Функцияның аты жоқ, сондықтан осылай қысқаша жазылатын болады. Әрине мен бәрін қысқаша ғана тек көрсетіп жатырмын. Бұлардың барлығында түсінбей жатсаңыздар да дымда қылмайды. Өйткені жеке-жеке бұлардың барлығына тоқталып кетемін. Тек айнымалылар осында типтерді қабылдай алатынын түсінсеңіз болады. Осыменен мен 4-ші сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.